Кайырлуу күн достор, калайсыздар? Сурагымды жалғастыра берейик. Биздер алдыңкы сабакта 5-чи суракты талдаган болотунбуз. Қазір биринчи нусканын 6-чы сурагын талдайтын боламыз, э? 6-чы сурак бизде эмне тууралуу келиптир? 6-чы сурак бизде Казакстандын Аласа табы деп суралган экен. Жалпы бул эмне? Физикалык объект немесе физический. Жалпы энди Казакстандын Аласа табы дегенге атөттерин жеке-жеке токтолойлук. Солай биздерге ыңгайлуу болот. Кайсы атөт дурус, кайсы атөт кате экендигин. Биринчи бизде Батыс Сибир. Батыс Сибир жазыгы. Батыс Сибир ол бизде эмне? Жазык. Одан кийин үстүрт. Үстүрт бизде кыраты. Токтолуш шүүлө. Одан кийин Туран жазыгы. Деги Маңгыстау табы. Энди бизде тау деген вариантты гана алабыз. Калгандардын бери атөткө келмейт, бизде дұрыс жауап Е экен. Енді кетти жеке-жеке токтолайлык. Жалпы енді Аласа тау дегенimiz не? Жалпы тауларды биздер 3 топко бөлөбүз. Аласа, орта, бийиктигине байланысты. Одан кийин бийик таулар. Ал пайда болууна карай, яни пайда болууна карай жас таулар, яни көне таулар деп экиге бөлөбүз. Кеттик. Енді қараңыздар, сіздерден сұрап жатыр Қазақстанның Аласа тауы, яғни осы Аласа тауы. Қазақстанда 3 Аласа тауы бар. Біріншісі осы сұрақта келгенде Маңғыстау жазайық. Маңғыстау деп қояйық. Екіншісі бізде Мұғалжар таулары. Мұғалжар. Үшіншісі Сарыарқа. Енді кеттік, биіктігіне тоқтайық. Жалпы бізде Аласа таудың биіктігі 500 метрмен, яғни 500 метрмен 1000 метр арасы. Орташаныкі 1000-нан 2000-ға дейін 2000 метр, биіктігі 2000 плюс. Енді қалғандар, яғни 500-ге дейінгі 500-ге дейінгі биіктіктерді 0 мен 200 арасын ойпат деп айтамыз. 200-ден 500-ге қырат, 500-ден сәл жоғары кейде таулы қыраттар деген секілді дүниелер бар. Енді жалпы Қазақстан жерінде 3 негізгі Аласа тау бар. Қазақстан жерінде орта таулар кездеспейді. Қазақстан жерінде 2 қана таудың түрі кездеседі. Аласа және биік. Ал енді қараңыздар, жерді біз бөлеміз құрлықты. Құрлықты тауы және жазықты биік топқа бөлеміз. Қазақстан жеріндегі таулардың үлесі 10%, яғни 10%. Ал жазық бізде 90% алып жатыр. Демек, Қазақстан жерін қарайтын болсақ, көп жері жазық. Таулар бізде көбіне оңтүстік шығысымызда және шығыс жерімізде орналасқан. Және де Аласа тауларына келетін болсақ, Аласа тауымыздың алғашқы Маңғыстау ол бізде Ақтауда, қысқаша айтқан кезде немесе Маңғыстау облысында, Мұғалжар Ақтөбеде, Орал тауының табиғи жалғасы Сарыарқа, Қарағандыда, орталықта. Қалған енді биік тауларға келетін болсақ, Қазақстан жерінде биік таулар Тянь-Шань белгісі, Сауыр Тарбағатай, Жетісу алатауы, Алтай. Міне осы 4 тауымыз бізде биік тау есептеледі. Енді мына жерде тұрған объектілерге жеке-жеке тоқталып көрейік. Бізде бірінші Батыс Сібір деген, Батыс Сібір жазығы деп айтамыз. Батыс Сібір жазығы туралы мәліметтер келтірейік. Батыс Сібір жазығы ол бізде көріп тұрғандарыңызда міне қызыл сызықпен көрсетілген. Осы объектінің бәрі бізде Батыс Сібір деп аталады. Қазақстан жерінде міне мына территория Қазақстан жері. Яғни Қазақстан территориясының солтүстік бөлігін алып жатыр. Ал жалпы Батыс Сібірдің оңтүстік бөлігі Қазақстанға кіреді. Осы нәрсені шатастырмаңыздар. Қазақстанның солтүстік бөлігінде, бірақ Батыс Сібір тарапынан қарайтын болсақ, Батыс Сібірдің оңтүстігі Қазақстанға тиесілі. Одан кейін жалпы Батыс Сібір жазығынан міне Қазақстан жеріндегі Есіл жазығы, Ертіс жазығы, Құланды даласы енеді. Бұл осы Батыс Сібір жазығында объектілер, Қазақстан жеріндегі объектілер.
Енді биіктігі абсолюттік биіктігі 50 метр. Солтүстігінде оңтүстікке қарай, яғни көтеріле береді, 300 метрге дейін барады. Енді қараңыздар, жалпы Батыс Сібір жазығы, ол Батыс Сібір ойпат деп келеді кейде. Бұл бізде дүниежүзіндегі аса ірі жазықтардың бірі, аумағы 3 миллион километр квадратқа жуық. Солтүстігінде солтүстік мұзды мұхит, СММ, Қара теңіз жағалауынан бастап, оңтүстігінде Сарыарқамен шектеседі. Сарыарқа ол қай жерде? Қазақстанның орталығында. Демек, сонау солтүстік мұзды мұхитынан басталып, Қазақстанның Сарыарқаға дейінгі аралық жазықты Батыс Сібір ойпаты немесе Батыс Сібір жазығы деп атаймыз. Жалпы осы Батыс Сібірге туралы білу керек мәліметтер. Одан кейін үстірт, екінші жауабымыз үстірт болды. Үстірт қыраты деп айттым. Енді үстірт ол бізде Маңғыстау түбегі мен Қарабұғаз көл шығанағы арасында, шығысында Арал теңізі мен Әмудария атырау аралын алып жатқан дүниесі аймақ. Міне қарайтын болсаңыздар. Үстіртте бізде үстірт қыраты орналасқан. Жалпы сипаттамасына тоқталсақ, оңтүстік батыс солтүстік шығысқа дейін 500-600 километр, яғни ОБ сызықша СШ, яғни оңтүстік батыс солтүстік шығысқа дейін аралық 550 метр, яғни қараңыз, мына жерден бастап, оңтүстік батыстан бастап, мына солтүстік шығысқа дейінгі аралық ұзына ойынан 600 километрге жуық құрап жатса, міне одан кейін ені, бізде ені осы жерден былай, яғни батыстан шығысқа дейін 400 километрді қамтып жатыр дейді. Жалпы осы үстірт туралы, үстіртте бізде ең құрғақ жерлердің бірі. Жалпы енді үстірттің қараңыздар, үстірттің батыс бөлігі Қазақстан аумағына кіреді, яғни Маңғыстау облысында, қалғаны Өзбекстан жерінде дейді. Демек бізде білеміз ғой, Өзбекстан жеріне үстірт арқылы өтетіндігін, яғни шекараны. Одан кейін бізде үшінші нысанымыз Бетпақдала болды. Бетпақдала енді көбіне әдебиеттерде көп кездеседі. Бетпақдала міне Қазақстанның орталық бөлігінде кең байтақ аймақты алып жатқан шөлді өңір. Яғни Бетпақдала шөлі деп келеді. Жалпы қандай облыстарда? Қарағанды, Жамбыл, Түркістан облыстарының, Түркістан, Жамбыл және де Қарағанды облыстарының аймағында орналасқан. Жер бедері түсінікті, шөлді бірсіне айтқанда, және де енді шөлдің аты шөл, бұл жерде Бетпақдаланың аталу мағынасы деген жазық бар. Енді ол бетпақты, батпақты деген кейбір деректерде батпақты деп мағына берген деген секілді немесе әртүрлі деректер келеді. Енді бұл жерден жануарлары өте аз екенін ескерген. Енді мына жерге жануарлар келтіріп қойыпты. Шөптерден, өсімдіктерден саған, ебелек, боз жусан, майда қара жусан, май жапырақ, теріскен, қырықбуын деген секілді өсімдіктердің түрін жазып қойған екен. Және де жалпы осы Бетпақдала туралы мәліметіміз. Тұран ойпаты, төртінші жауап бізде Тұран ойпаты. Тұран ойпаты міне қарайтын болсаңыздар, осы объектіні алып жатыр, осы жерлерде. Тұран ойпатында орналасқан елдер Қазақстан мемлекеті, Өзбекстан, Түркменстан территориясында орналасқан. Жалпы енді ауданы 2 миллион километр бар, енді Батыс Сібірмен шамалас, бірінші айтқанда теңіз деңгейінің биіктігі 922 метр. Енді бұл Орта Азиядағы кең жазықты аумақ, түсінікті Тұран жазығы, Тұран ойпаты. Бізде Қазақстан жеріндегі орны Сарыарқа дейін, Торғай үстіртіне дейін, Каспий маңы ойпатымен шекараласып жатыр. Осы Тұран ойпатында Қазақстанның алдында айттық қой, ең терең нүктесі. Қарақия ойысы осында орналасқан, Тұранда орналасқан, Тұран ойпатында орналасқан. Жалпы енді осындай мәліметтер айтуға болады. Сонымен қатар Тұран ойпаты шартты түрде 11 өңірге бөлінген екен. Солтүстік торғай, оңтүстік торғай, Маңғыстау бөлігі, үстірт. Мана айтып кетті, үстірт қыраты, осы Тұран ойпатына жатады. Одан кейін солтүстік аралманы, Төмен Сырдария, Ортаңғы Сырдария, солтүстік Қызылқұм, Бетпақдала, Мойынқұм, Балқаш, мана айтып кеткен үшінші айтып кеткен Бетпақдаламызда осы Тұран ойпатының объектісі ретінде қарастырылады. Балқаш, мана Алакөлі. Одан кейін соңғы жауап бізде Маңғыстау тауы. Маңғыстау тауы бұл жерде сіздерге не білу керек? НТ-да не келеді? Шың келеді, көбіне бесшоқ шыңы. Биіктігі, абсолюттік биіктігі 556 метр. Және де мына күшті суретке түсетін объект бар, ең көп танымал таулар ретінде. Пайда болған кезде Пермь тряс, яғни ол бізде ертең алдағы уақытта сұрақ келсе өтетін боламыз. Геохронологиялық кесте дейтін нәрсе бар. Ол кез келген
физикалык нысанын пайда болгон убакытын көрсөтөтүн дүнү. Мисалы ретинде бизде басталат архей, протерозой, палеозой, мезозой, кайнозой. Осы палеозой ичинде дәүрлөр бар, ал бизде кезеңдери, ол бизде пермин триас осы кезде пайда болгон экен, иә. Жалпы эң бийик шыңы Беш Шоқы шыңы айтып кеттік. Және Қазақстан жерінде орналасқан. Бүгінгі білу керек дүние, яғни осы сұраққа қатысты білу керек дүние осы. Мына аталған 5 объектіде Қазақстан жерінде не істейді? Келесі, егер алдағы уақытта биік тауға байланысты сұрақ болса, сол кезде биік тауды жеке талдайтын боламыз.